Бүгінгі күні біздің қоғамымыздың үлкен бір шешілмеген мәселесі қоғамның дерт есептеуге болады сыбайлас жемқорлық болып тұрғаны бәрімізге белгілі. Осы мәселе жөнінде осы әңгімеде аудандық ардагерлер кеңесі, аудан әкімдігі мен аудандық мәслихат депутаттарымен қосыла отырып көп біраз жұмыс жасап жатқан жағдайы бар. Ең бірінші бұл сыбайлас жемқорлықты жоюдың жолы біз әсіресе біздің ойымызша мынау жас мамандармен, жас мемлекеттік қызметкерлермен жұмысты күшейту керек деп есептейміз. Міне осы бағытта аудандық ардагерлер кеңесінің алқа мүшелері жыл сайын ауыл-ауылдарда болып, мектептің ұжымдарымен, елменен жалпы жолығып, осы мәселеге үлкен жағдай көтеріп жүрген жағдайымыз бар. Оның үстіне жалғыз ардагерлер емес, болмаса бір әкім, депутаттар емес, бұған бүкіл ел болып араласқан кезде, бүкіл ел болып атсалысқан кезде ғана бір нәтиже шығады деген нәрсе ол бәрімізге белгілі. Міне осы уақытта біздің ардагерлер бүгін жұмысын жасап отыр. Құдай қаласа еліміз жақсылықта үлкен нәтижеге жетеміз деген ниетіміз бар.